Мен қазіргі түсіндірмекші болып айтпақшы болған жаңағы дерт, бұл қазіргі кезде өте көп кездеседі. Неврит деп айтады, негізі бет әлпетінің қисаюы. Ол негізі бірнеше түрден болады. Қатты салқын алған жағдайда. Кейбір адамдар кондердің астында ұйықтап қалады, жаздың күндері көп кездеседі. Сосын мынау терезе ашық, есік пен терезенің ашып қалуы, ашық жерде ұйықтап қалу. Қатты салқыннан беттің нервіне қатты салқын тигендіктен беттің қисайып кетуі. Және де қатты бір жағдайға ұшырап қалған жағдайда, мысалы күйзеліске түскен жағдайда, сосын мынау мойын омыртқасындағы нервтердің қысылып қалу жағдайында да осындай кездеседі. Осы дертті біз қазақ емханасында жақсы емдейміз. Негізі көп адамдар бізден бет әлпеті түзеліп жақсы болып кетті. Егер де осындай дерт сіздерді мазалап жатса, біздің қазақ емханасын іздеңіздер. Адресіміз Шымкент қаласы, Адырбекова 70,